Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұлулықты сақтайық. Сохраним красоту. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер теке, козел, самец, ешкі, коза, самка, тұяқ, копыта, шөл, пустыня, азаю, уменьшаться, жойылу – это исчезать. Балалар, жаңа сөздерді оқимыз. Сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Келесі бірінші тапсырма, суреттерге қарап сұрақтарға жауап береміз. Ребята, посмотрите на картинки и попробуйте ответить на данные вопросы про сайгаков. Киіктер қандай болады? Какие бывают сайгаки? Олар неге ұқсайды? На какое животное они похожи? Олар несімен әдемі? Чем они красивы? Және олар қандай аймақта тіршілік етеді, в каких местностях они обитают. Ребята, приостановите видео и попробуйте самостоятельно устно ответить на вопрос. Жақсы, енді жауабымызды тексерейік. Теперь, чтобы проверить ваши ответы, давайте прочитаем текст про этих животных. Киік қойға ұқсас жануар. Моңғолия мен Қазақстанда ғана сақталған. Киіктер шөл және далалық аймақтарда тіршілік етеді. Текелерінің бойы 126-150 сантиметрдей, салмағы 37-49 килограммдай. Ал ешкілері кішірек, 109-127 сантиметрдей, салмағы 22-37 килограммдай болады. Текесінің мүйізі бар, ешкісінде мүйіз болмайды. Жаз айларында арқа түсі сарғыштау болады, қыста түсі ақшылдау болады. Олар жылына бір рет мамырдың басында төлдейді. Киіктер үшін қасқыр қауіпті. Оның жас төлдеріне бүркіт, дала қыраны мен қара құстар да шабуыл жасайды. Киіктің еті дәмді, мүйізі мен тұяғы терісі құнды. Оның мүйізінен пантокрин дәрісін жасайды, тұяғын күйдіріп теміреткіге жағады. Үкімет киіктерді 2006 жылы қызыл кітапқа ендірді, өйткені олар азайып бара жатыр. Оларды қорғау жұмыстарына 200 миллиондай қаржы бөлінеді. Жақсы, балалар, мәтінді оқимыз, аудармасымен танысамыз және мына тапсырманы орындаймыз. Кестені толтыр. Ребята, по тексту вы должны выполнить следующее задание. Вам нужно дополнить таблицу и записать его в тетради. Киіктің сақталған жері, место, где сохранились сайгаки. Тіршілік ететін аймағы, местность обитания. Текелердің бойы, рост самца сайгака. Текелердің салмағы, их вес. Ешкілердің бойы, рост самки. Ешкілердің салмағы, их вес. Текенің айырмашылығы, отличие самца. Ешкінің айырмашылығы, отличие самки. Төлдейтін уақыты, время отдела. Пайдасы, польза. Қызыл кітапқа енген жылы, год занесения в Красную книгу. Қорғауға жұмсалатын қаржы, средства для защиты сайгаков. Ребята, вам нужно вместо многоточий поставить нужные ответы и записать эти данные в тетради. Келесі, балалар, сен білесің бе? Знаешь ли ты? Сарыарқада қазіргі жүрген киіктердің 47-48 мың ғана. Ал осыдан 20 жыл бұрын даладағы киіктердің саны 1 400 000-дай болған екен. Киіктердің жойылу қаупі бар. Ребята, знали ли вы, что в настоящее время численность сайгаков в Сарыарке составляет всего 47-48 тысяч, а количество сайгаков в степи 20 лет назад было около 1 400 000. Сайгаки находятся под угрозой исчезновения. Жақсы, мәлімет түсінікті болса, келесі есте сақта, яғни біз сіздермен болжалдық сан есімдермен танысамыз. Ребята, сегодня с вами пройдем предположительный и числительный казахского языка, который отвечает на вопросы қаншаға жуық, қаншадай, то есть приблизительно сколько. Есть несколько способов образования предположительных числительных. Первый – это дайтей, тайтей, то есть с прибавлением суффиксами дайтей, тайтей
Мысалы, 30-дай около 30, 150 сантиметрдей около 150 сантиметров, 40-тай около 40. Эти суффиксы присоединяются к любым числам. Екінші, жуық, шақты, шамамен сөздері арқылы. Второй способ с помощью слов жуық, шақты, шамамен. Мысалы, 115-ке жуық, примерно 115, 100 шақты, около 100, шамамен 500-дей, примерно 500. Ребята, обратите внимание, что слова жуық, шақты стоят после числительных, а слово шамамен стоит перед числом. При использовании слова жуық к числительным добавляется окончание гаге, каке. То есть суффиксы дайдей, тайтей после слоги жуық, шақты, шамамен переводится как около, примерно. Ереже түсінікті болса, 5-ші тапсырма сұрақтарға жауап беріп, сандарды болжап айтамыз. Ребята, по правилу вам нужно ответить на вопросы и сказать числа в предположительной форме. Бірінші сұрақ, шамамен неше лақ көтере аласың? Сколько примерно детенышей ты сможешь поднять? Жауабы, шамамен 1-2 лақ көтере аламын. Примерно несколько детенышей я могу поднять. Екінші сұрақ, текелердің салмағы қанша болады? Сколько весят самцы сайгака? Текелердің салмағы 37-49 килограммдай болады. Қалған сұрақтарға үлгі бойынша жауап береміз. Ребята, на остальные вопросы вам нужно ответить по данному образцу. Үшінші сұрақ, киікті қорғауға шамамен қанша ақша бөлінеді? Сколько примерно выделено денег для защиты сайгаков? Текелерде неше мүйіз болады? Сколько рогов у самца? Ешкілердің салмағы қанша? Сколько весят самки? Маралдың салмағы қанша болады? Какой вес у оленей? Ребята, свои ответы голосовым сообщением отправляйте своему учителю. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.